Қайырлы күн. Біз бүгін мынандай развивающий типа ойыншық ретінде алғанбыз, бірақ бұны развивающий ретінде қолданса болады. Осыған қазір обзор жасаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Аша ғой. Мінекей ішінде мынандай липучкалары бар. Мынау альбомға арналған мынандай нелер бар, жаңағы темір болады ғой, бұл пластмасс негізі. Осы пластмасты ашамыз көздердің ішке. Бұл ойнайтын нәрсе емес, бұл негізі миды дамытатын нәрсе ғой. Міне мынаны осындайға қадап қояды альбом ретінде. Мынаның бәрі липучка. Бұның бәрін қазір жапсырамыз. Не жапсыратын болды? Бұл мынаның бөлігіне арналған. Ал мына жерде, бұл жерде де липучкалар бар. Бұл бөлек. Қазір мен сіздерге мынаны бірінші құрастырып берейін. Мынаны шетке қойып қояйық. Мынаның әрқайсының несін ала береміз. Жөне сен жартысын ал, мен жартысын алайын. Қара. Мына домалақтар бар. Домалақтардың бәрін аламыз. Негізі бұлардың бәрін бүйтіп алмайық. Біреуін ғана алып, қалған бүйтіп итере салса, общий бәрі алынады. Бір-бірден алмайықшы. Бірге қойып, мына артынан итеріп. Енді осыларға мыналарды іліп шығамыз. Пластмассаларын. Бұны ашқаннан кейін мына жердің әрқайсысынан мынандай домалақтар бар ғой. Қазір мен сіздерге жақындап көрсетейін. Мына жерде мынандай домалақтар бар, кішкентай домалақтар бар. Соны көріп тұрсыздар ғой. Осы домалақтың бәрінен мына жерде қаншама суреттер бар. Мысалы, мынаның бәрінен мына жерде домалақтар бар. Осының бәрінен мына липучканың бәрін жапсырып шығамыз. Мына жерде екі пачка липучка бар, осыған арналған. Осыны жапсырып шығамыз. Мына Жанбек, мынандай жапсырамыз. Жапсыра бер, қайсысын жапсырғың келеді. Мына өзі былайынан алынады, негізі бұл прям қатты жапсырып тұратын липучка. Мынандай домалақ іздері бар ғой. Алды. Міне біз бәрін жапсырып бітірдік. Мына жерде осыншама артық қалды. Бұл енді специально артығын істеп қойғандары ғой. Бұл тұра берсін, бұл жоғалтып алмаңыздар. Мынаның бәрін жапсырдық. Ішінде неше түрлі қызықты нәрселер бар. Жанбек, тыныш. Мына жерге балықтарды жапсырып, мына жерде аулап отырған. Оның бәрін қазір алда көрсететін боламын. Мына жерде қандай әдемі суреттер. Мынаның бәріне алма бәрін овощи, фрукты отдельно. Өте күшті. Миды дамытатын альбом екен. Өзіме де қатты ұнады. Мынаның липучкасы не екен? Жақсы жапсады екен, прям қатты екен ше. Клей жақсы екен. Бұны бітірдік ал. Бізде осындай альбом шықты міне. Бұны шетке қойып қоятамыз. Енді біз мына екінші жаңағы өзінің қосымшасын ашып, бұған да жапсырамыз қазір. Жанбек? Қызық па? Бұл жерде мынандай бар. Бұл жерде уже ана бетке арналған липучкасы жапсатын. Мына басқаша тұрында. Мынаның бәрі алынады. Алынады. Бұлардың артында уже мынандай. Жаңа мына альбомға жапсыратын, наклейкасы жапсырылады уже. Бүйтіп жапсырып қоятын шығар. Алмас салмалы ғой. Бәрін ойыншықтың бәрін әдемі алып. Жанбек біреуін өзің алшы. Біз мынау аттарының бәріне наклейкаларымызды жапсырып болды. Жанбек тыныш. Енді осының бәрін шығарамыз да Жанбек. Әкем алады. Нешін отын қойса. Мама мен өзім пазлын астында. Ең дәуін ба? Табиғи пазл. Мына бәрін оңғарып қойып көзі көрмей үшін. Мынау шынымен пазл. Бұны қайтадан құрастырайық. Аға, мен пазл ойнаймын. Мынаны сәдетке бермеш, қазір как пазл. Негізі мен осылай бәрін шығарып қойса да болады негізі, бірақ ыңғайлы ыңғайлы сияқты. Қазір сіздерге көрсетейін. Жанбек, мен саған үйретейін кішкене. Міне Жанбек, мына біздің жұмыртқаларымыз қайда? Құрастырылмайды пазл. Жанбек, олар не қыласың ба? Олар не жапсырамыз ғой. Қазір біз көрсетіп жіберейік видеоға. Жұмыртқаларымыз қайда біздің? Оны шығатындар ғана. Міне, мыналарды жапсыршы, мынаны жапсыларын тауып шығар. Мынаны жапсырайсы. Жанбек, мына жерден табасың ғой. Мына жерден табасың. Аха, мына домақ жапсын мынандай. Осы болады. Осыны жарысын жапсырамыз, жөн жапсырдың ба? Мына астына ба? Мынаны мына жаққа жапсырасың, жапсына. Бәрін білесің ғой сен? Олардың бұл жұмыртқа болды. Енді басқасына не басқа? Түсінікті болу үшін тағы да басқа. Мына жаққа цифралар жапсырамыз, бізде цифраларымыз бар. Акуланы біз мына жаққа жапсырамыз. Мына жақта бізде жаңағы су бар ғой. Қайық қармағын сап қойған суреттер. Енді осыған біз балықтарды жапсырамыз. Дельфин. Китті бұл. Китті жоғары жапсыру керек шығар екен, бұл жоғарыда жүреді. Мынаны астыға я. Қоректен акула қоя. Мынаны шы. Шығара берсе бәрін. Бүйтіп шығар да. Бұл астыға жүзер қоя. Әдемі болды. Мынаны кім? Қазір мына жерде бір не бар еді, күшті бір. Цветінен ше. Міне қарашы, мына жерде қызыл, оранжевый, сары, жасыл, көк, иә. Осыны біз цветке бөліп, тоқта. Олар емес Жанбек, қазір мен саған қайсы екен. Мынандайлар болады. Алма, мына жаңағы теннисный несі, таяқшасы, жұлдыз, киім. Міне мынау ғой. Мен көрдім, мынау. Енді осыған біз алма, қызыл алманы қоямыз. Мен көк алман. Көк алманы қаға қойсың. Молодец. Алма, мына жерде көк. Енді кез келген затты алды, орнын тап. Жасыл алмалдың. Жасылды жасылға. Бұны айтпайыншы, аға айтпайыншы. Ал жұлдыз алшы, жұлдызды. Жұлдыз алсы.
жұлдызды жұлдыздың қатарына бірақ қызыл түсін жатқызамыз иә. Мына екі. Жоқ, мына қызыл түсі мынау ғой дұрыс қой, сен қойған дұрыс бірінші. Мен жай айтып отырмын ғой, түсінікті болу үшін. Не осылайынан бәрін алып жаттыра бересіздер, мына балаларыңызға айтып үйретіп. Мынау иә, қайқаны. Түсін жақсы болады негізі. Балаларыңызды осындай бос уақытта үйретіп сөйтіп тұрғанға жақсы да. Осындайға болмаса кіш жасап дұрысқа салып қойсаңыздар жақсы. Өйстіп өздері жаттыра береді. Көпке. Мына. Мына жерде мысалы пазл. Және мынаны қарастырсайшы. Пазл. Осында жаңағы аюдың суреті бар, ол жақта аюдың суреті. Міне, және міне мына жерде аюды қарастырасың. Аю шапсы өзі. Былай. Мынаны. Мына яқа иә. Мынаны былай. Мен осы дағы оны тұрам. Өйстіп уақыт өткізе болады балаларға арнап. Кәне Жәнібек, аюдың бір бөлушіге қарап кетті. Мама, міне пазлым бар еді. Бар еді ғой. Уақыт болды иә. Міне бізде осымен 3D пазлымыз құрастырылып болды міне. Салынады. Сіздерге осы видео ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Осымен видеомыз бітті. Ары қарай өздері ойнай береді. Сау болыңыздар.